Мысалы, Фирғауынның заманына, жаңағы Фирғауынды Алла Тағала азапқа ұшыратқан кезде, негізі үлкен азаппен бұл өмірден озды олар. Өлім сәті өте қиын болды да. Фирғауын және оның әскері. Сосын сол барзақта қазір олар. Барзақта қазір не болып жатыр деген кезде Алла Тағала айтады: «Ан-нару юғрадуна алейха ғудуан ва ғашиян». Таңғы уақытта бір, кешкі уақытта бір рет, 2 мәрте күніне оттың алдына әпкелініп тұрады дейді. Қазір барзақ әлемінде күніне 2 мәрте, таңертең және кешке. Мына таңғы зікір мен кешкі зікір деген бар ғой Пайғамбар саллаллаху. Сол нәрселер бекер нәрсе емес, құрметті бауырлар. Шама келгенше оны барлығын айта алмасаңыз да кейбірін айтуға өзіңізге бір әдет қылу керексіз да. Бұл 2 уақыт жай уақыт емес бұл. Бізге де көрсетіледі екен сол уақытта баратын жеріміз ертең дүниеден озғаннан кейін. Ма минкум мин ахадин. Қараңыздар. Иза мата ахадукум урида алейхи мақадуху. Сендердің біреулерің өмірден озған кезде орнына көрсетіледі дейді. Дүниеден озған кезде орны көрсетіледі. Имман нару ва иммал жанна. Не тозақ, не жәннат. Сосын айтылады дейді. Сума юқолу хаза мақадука хатта тубғаса илейхи яумал қияма. Мынау сенің орның күтіп тұрған. Бұл өзгермейді дейді енді. Қиямет күні қайта тірілетін күні барып жолығасың осы орныңа деп айтылады екен. Ал енді олардікі белгілі болғандықтан тозақ деген. Алла Тағала айтып отыр: «Ан-нару, тозақ, юғрадуна алейха». Соған әкелінеді дейді олар. Таңертең бір рет, кешке бір рет. Сөйтіп қайта тірілетін күні, «Ваяума тақумус саға», ал қиямет сағаты орнаған күні, періштелер айдап әкелгенде, «Адхилу әла фирғауна әшәддәл азаб». Фирғауынның әулетін, әскерін одан да қиын азапқа кіргізіп жіберіңдер деп бұйырамыз дейді. Сол Фирғауын әскері, Фирғауынның халқы барлық жаңа тозақты кіріп кеткен кезде не басталады дейді Алла Тағала: «О айыз ятахаджуна финнари». Сол күні тозақтың ішінде дауласады дейді бір-бірімен. Қандай дауласу? Жаңа таласты айтып отырдық та, қиямет сағатында болатын. Таласады. Фаякулу дуафа. Әлсіздері айтады дейді. Лиллазина стакбару. Жаңа Фирғауынға, Хаманға, дөкейлеріне: «Инна кунна лакум табаға». Біз өмір бақи тек сендерге еруші болдық қой біз. Не күнәміз бар біздің бұл жерге түскен? Сендер емес па басқарған біздің өмірімізді? Қараңыздар. Хал антум туғнуна минна насибам минаннар. Мына оттың бір үлесін болса да жеңілдете аласыңдар ма бізге? Дүниеде сендер басқардыңдар, мына жерде де бірдеңке істей аласыңдар ма деген кезде олар айтады дейді. Қол аллазина стакбару. Дөкейлері, тәкаппарланғандар айтады дейді. Инна куллун фиха. Сөзсіз қазір біз барлығымыз тозақтың ішіндеміз. Ва инна Аллаха қада хакама байнал ғибад. Аллах Тағала құлдарының арасына сотын аяқтап тастады, болды, енді өзгермейді дейді. Тозаққа түсіп кеттік біз, болды. Осы дауласу болады да. Осындай дауласу деген нәрсе болады да қияметте. Әрбір бір-біріне сүйікті болған дос, егер Алла иман байланыстырмаса, екеуі бір-бірін қарғаумен болады тозақтың ішінде. 2 сүйікті дос бір компанияда жүрген, өзіңіз ойлаңыз да. Сүмма яумал қиямати якфуру бa'дукум бa'дан дейді. Қиямет күні бір-бірлеріңді сондай қарсы келесіңдер дейді, тозақтың ішінде таласып дейді да. Ва ялғану бa'дукум бa'дан. Бір-бірлеріңді қарғаумен өтесіңдер дейді. Керек па сондай нәрсе? Керек па сондай байланыс? Әл-мар'у аля дини хулилихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, әрбір адам өзінің бір ажырамай жүрген досының дінінде дейді ол. Досымен жүрген қарым-қатынасты дін деп атағанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіңіз ойлаңыз. Кеттік анда дегенде кеттік. Соқтан әркім қарасын дейді. Кімді дос тұтып жүрген бұл өмірде?